Түрді біріктірген ноғай тіл. Ана сүтпен сен сіңгенсін қанама. Ана тілім, басты төмен иемен. Сен арқалы мен дірекпен халқыма. Ер жүзінде жоқ өз тілі болмаған. Құдай Аллам, бер халқыма сен оңай. Өмірлердің теренінен келген тіл. Ана тілім, сүйсін сені әр ноғай. İnsan туыл ноғай тілін білмеген. Шегейік біз туған халықтың қайғысын. Ей егітлер, айттырайық ноғайды. Сақлайық біз тіліміздің байлығын. Белгісінше ноғайлар евразиялық халық. Әлігі заманда ноғай тілін ару білген адем ер дүниядың түрк түрлі миллетлерімен еңіл айқаспа болады. Ол зат икон өктемлікті тудырады. Тіл адамның қанына бала туғанын алып шейталынан бергісің еді. Туған тілдей болып бір тілде жүректің түйін юмағын шешіп айта алмайды. Туған тілі бізді ата-бабалардың көп өмірлік тарихыма байланыстырады. Өкінішке, жылдан жылға тіліміздің терен байлығы жойылып бара жатыр. Ол зат қорқынышты ендіреді. Тілімізді сақлау өрлендіру мұратта жазушылар, балалар шайырлері Аскербек Кереев, Ануарбек Култаев, тағы да көп басқалар қызықлы ятлаулар, хабарлар, ертегілер yazғанылар. Сондай пайдалы құлықты Ноғай дауысы, Шөл тауысы газеталары, балалар үшін шығатаған Маметекей, Лашын журналлары, Байтерек сәуле альманахлары бажарадылар. Ноғай тілді теле радио берулері әзірленеділер. Біз көп сұрауларды шешуде өкіметке сеніп үйренгенбіз. Туған тілді үйретуде де мектепте кәрдеме керек деп ойланамыз. Өкімет бізді туған тілді оқымаға қыстап болмайды. Үй астынан не көрсе, ұшқанда да соны етер дейді халық. Сол затты біз үйден өзіміз басламаға керекпіз. Ата-аналар, атайлар абайлар, үйдегі балаларымен ноғай тілде сөйлеуде үлгі болмаға керектілер. Сөйткенде туған тілге бас дірек ол айел болады. Аталардың тілін ұмытпай сәбилермен ноғайша сөйлесек, ару болар. Туған тілін білмеген бала ноғай тілде ойланмайық, қайғырмайық, емде түслер көрмейік. Әрбір халықтың да өзінің тілі бар. Жүрегінде Аллах, халқының тілі, әдетлері, маданияты яшаған адем бай күшлі деп саналады.